ең жақсы әйелдер дейді, мынадай әйел дейді, оларға қарасаң дейді, ол сені қуантады дейді. Сіз мысалы өзіңіздің Құдай қосқан жарыңызға қараған кезде сіз қуанатындай болу керек. Міне жақсы әйел деп соны айтады. Сондықтан шариғатта әйел адам бар мүмкіндігін салып, ерінің алдында сәнденуге болады. Бізде наоборот болып кеткен бәрі, Құдай сақтасын. Міне сол адам ең жақсы әйел деген. Қараған кезде сені қуантатын, бұйырған кезде бұйрығыңды орындайтын, өзің жоқ кезде сенің ар намысыңды сақтайтын әйел ең жақсы әйел болып табылады. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы аятты оқыды дейді, жаңа ер адамдардың әйелдерге үстемдік қылу керек екендігін.